Осы аптада мен Алматыда болдым. Көп мейрамхана және кафелерге бардым. Және мен жерде, мейрамханада мен тек қана қазақ тілінде сөйлеймін. Мен далада болғанда мен тек қана қазақ тілінде сөйлеймін. Бірақ мен 18 мейрамхананан тек қана 5 менімен қазақ тілінде сөйлейді. Мұнда қара. Қазақ тілі сөйлемеген мейрамхана, кафелер, қазақ тілінде сөйлеген мейрамханалар. Махараджа, Пасала Виста, Богомбай Батырдағы, Ати, Достықтағы, Дел Капучино, Капито. Басқаша, мен қазақ тілі сөйлесем де, олар орыс тілінде сөйлейді. Және менің сөзім анда-санда түсінбейді. Мен 3 жыл бойы қазақ тілі үйренгенмін. Және мен Қазақстан деген елде қазақ деген тілі сөйлей алмаймын. Мен қазақ тілін үйренгенде еңбекқор болдым. Бірақ не үшін? Мен Алматыда болғанда ешкім менімен қазақ тілінде сөйледі. Астанада сондай емес. Мен мейрамханаға барып, даяшы маған орыс тілінде сөйлей бастайды. Мен түсіндім. Менің бетім орысқа ұқсас, бірақ мен қазақ тілінде сөйлей бастағанда, олар қазақ тілінде ауыстырады. Бірақ Алматыда солай емес. Мен таң қалдым. Осы мейрамханалар танымал. Бірақ неге қазақ сөйлейтін адамға сол мүмкіндік бермейді? Және ауыл ұлттық мейрамхана сияқты. О май гаш. Бұл жағдай өкінішке орай. Бірақ неге осы жағдай бар? Қазақстанда не үшін мен қазақ тілін үйрендім? Не үшін? Мен орыс тілісіз Қазақстанда сөйлей алмаймын. Әділетсіз және сол кезінде мейрамханаға кеткен соң жыладым.